орыс тілді мектепке баласын берген үшін ата-ананы кінәлауға бола ма? Мен кінәламас едім. Өйткені ол оның таңдауы ғой, және бізде оған жағдай жасалып тұр ғой, ол неге ол мүмкіндікті пайдаланбайды. Былайша айтқан кезде инфрақұрылыммен қамтамасыз ететін кім? Билік, атқарушы органдар. Соларды кінәлау керек, олар дұрыстап жүйелей алмай жатыр. Егер бізде қазір орыс сыныптарының саны көбейіп жатса, оған халық наразы болып жатса, және оған баласын беріп жатқан ата-аналарды жазғырып жатса, соған бүкіл жолды ашып мүмкіндікті беріп отырған біздің атқарушы билік қой. Ең басты. Ол ең басты сол жауапты. Яғни біз ата-аналарды кінәласақ, біз ол салдарымен күрескен болып қаламыз. Біз орыс баласының орыс сыныбына беріп отырған ата-аналардың түсінігін өзгертетін, баласын қазақ сыныбына апаратын жағдай жасауымыз керек. Оларға мотивация берілу керек. Олардың санасын өзгертетін бір нәрсе болу керек.